Бағалы жамағат, бүгін біз бүгін Текел Абдуллахтың қызы Зинаида жағаны орта школының ұстазына қонаққа келгенбіз. Бір кесек сорлықшыларымыз да барды. Зинаида Абдуллаевна, ненче жылны ішлейсіз бұл школда? Қайсы бұзыны бошап келген едіңіз? Bu школда мен аяусыз 38 жылны ішлеймін. 38 жыл. Санарға да керек ме еще? Қайсы болған? Немеде Карачай-Черкесияда Қырал институтны қошағанма, орыс тіл факультетіне. Аннан sonra бір талай жылны ішлеп тұрғанымнан sonra жаңын немеле шығаралады, заколла, неме деп, дипломы болмаған. Немені оқытуға керек түлді, предметні беруге керек түлді, деп тілні беруге керек түлді дейлі да, мені келгелі бері Қарачай тілін оқытып тұрама школада. Sonra ол себептен екінші диплом алырға керек болып қалады менге. Мен институт просвещенияға барып, жаңыдан институт усовершенствования учителей дегенде екінші дипломны анда алған етеме. Екінші Қарачай тіліне ұстазы, Қарачай тіліне ана тіліне ұстазы деп. Бірінші дипломымда жазылған учитель русского языка и литературы, екінші дипломым учитель родного карачаевского языка и литературы деп алай болады. Екінші дипломны алдырдыла. Анда да былай совсем подробно сәме былай Қарачай урокланы бардырға деп келішкен тема былай оқытқан болыр әлі. Алайды, аны бұла неметтілі. Бір талай жыл ішлеген ұстазлаға ана тілбі Қарачай тілде бір талай жылны ішлеп тұрғалла, ана тілбі Қарачай тіліні бергеллеге бірдәбек неме ұлы сый беріп, мағана беріп, алай берділі ол дипломланы. Зинаида Абдуллаевна, сізге бұл бүгілік етер матала жылны кесігіз айтқалай ішлеп тұрасыз. Зор бұлабы келелі, или сүйіп сәбейлі талпып келемілі тілдерін білдіргезіліп? Аңын айталық, бір затшық айтсағыз. Енді бұл школда аллай затла болмағандыла. Не үшін десең, сәбейлі анала, аңлап, Қарачай тілі дерсе, ол да қырал дерсті, орыс тілдеча, математика, физикача, ол да дерсті деп, атала, анала, сәбейлеріне қиянат етмейлі. Анысынан сәбейлі сүйіп келелі. Сүйіп не чүкелелі? Біріншісі айтқаным, адам алына келген сәбейні аны қачын көрірге керекті, аны сүйерге керекті, аңай илешірге керекті. Ол кесі илешкен бұла қалмай сәбейні де деріске, школға илештірген еді. Алай болмаса, эксінің ортасында неме болмай қалылықты, жылу болмай қалылықты. Ученик бұла ұстазының ортасында, соқта бұла немені ортасында, ұстазына. Енді бір соруқшыл бар еді. Қалай қиянат жетеді сәбелені ана тілдерін сіңдірге айнытырға? Шынбек неметкені біз, бұл бар ұстазыла бір-бірі біз бұла да сөйлешіп айтабыз. Бұл телефонладыла бұзған сәбелені. Алаға еслері кетіп, еслері чырттымда, не дерске иілмейді еслері, қарамайла, тыңламайла, еслері мұлы телефонладады. Сен айта тұрған лайыңа, сен айтқаныңа хо деп башын бұлғап тыңлап тұрады. Бір кесектен сорсаң, ол жаны білмейді. Неге қол бұлғады, неге қол көтірді, неше башын хол деп неметті бұлғады. Аңа екінші уже айталмай қаладыла. Еслерін мол интернетке көшіріп, интернетте болғанны болмағанны да табып, аны бұла күрешерлі. Бек серсінгенім немелегеді, аталаға, аналағады. Сәбейлеріне бірер ұлы телефон, планшет сатып алып, компьютерланы құрып компьютерланы. Алаға не бошлық бергелеріне. Ұлы орыс қарғашығыз, орыс тіліне оқытқалла да, ала да ана айтадыла. Мабы немеле бұла, бұзған етеділі сәбейлені аңыларын.
Сәбилені esleri кеткен етеді. Ma bu telefonga, kompüterga karagalları. Anı ornuna atalabla anala söz üçün başka Karaçay tilde, ana tilden kitapçı olsa, bir de kuru ise Karaçay gazetini alıp anı içinden zatlarını okusala sabilleri bilen. Kayda bilay bir kelçe balam. Bir oturup mamını bir okuyup, bir kara bir seyir zatını yazgandıla bilayda deyip, sabini esin alayga bursala, sabili de, meni atam da anam da Karaçay tilde yazılgan gazetke ulu sıyderi köreme, men de alaça bulurga kerekme dep tırmaşkan eterektiler. Benim de bir vaprosum var edi sizge. No siz anı men sizge aytkan çünkü siz anı kesiz aytıp koydunuz. Ansı, ma bu sabileni şkolga idim men kurap kiyindirip şkolga idimese bari da ustazını boyundasız. Ürettikiz men sabimi idimese. Menden ne izleysiz degenşa. Mal zatlarını biz de ma bu organizatsiyabızını, işimizni üsü bile köp yerde eşitkeyin etemiz Allah vaproslar, Allah atvetlerini. Даже bir kesek, даже агрессивной форме deyim, orusça kıyıştırayım. Endi siz ma bu sabilege, ma bu çotqa maqsadda bara turgan dünyabızga hıyanatı, hayırı nesi barisi de aladan ne aytallıksız bizge? Bizge men de ma kart atama. Haydan jaş atala barla, jaş anala ma kart ana bizge bar bizga de ne zat sovet berilgegiz? Kalay bula bizde boluşurga bolduk biz sizdi şkolda kıyınıgızga. Ma bu telefonlarla, kompüterla, planşetle sabileni rahın etip baradılar. Anga bizni vraçlarımız da, doktorlarımız da ol zatını kötüreli. Artık siz de közleri boşalıp baradı deydi sabileni. Meni tilerigim atalağa da, analağa da, barına da, cemaatga da tilerigim. Sabige telefonla hayırlanırga bir zaman çıkma berip, ondan sonra katına barmaz çeterge kerektiler. Süyseli alında kuruşka bolluktular, sabile de köl kaldı bolluktular. Bir kesekten alada ol nemege kirip kallıktılar, ol mizamga. Ol sebepten manna sak bosulla, ataladan alada. Ol sabi sakat bulmasın deyip, birincisi sağlığına zaran bulmasın deyip. İkincisi ana tili bila, nemesi bila, anı üstünden. Ata bila ana tilini, Karaçay tilini sıyın örgü götürmese sabilerini katında, ustaz bilayda altın kalabolu boyula tursa da sabi anlarık tüldü. Birinci ülgü ata bila ana bila sabige. Ata ne etse caşa ne eterikti. Ana ne zatını körgüsse kızı da ana eterikti. O sebepten atalağa analağa tilergim mal oldu meni. Bugün bağlı cemaat, Seyli milletin, bugün Tekelen Abdullah'ın kızı Zemper Ağa gelip biz bir kesek soruçuklarımız oldu. Cağanı orta şkolunu ustasına. Bek mağanalı bek alamat ayttı, anlattı bizge. Atala anala endi sizge pользуясь случаю sizge de men de koşarım. Zeynep Abdullah'ın aytkanına. Qadalığı sabilərinizdə siz bulanı tükende almağansınız, satıp almağansınız, siz yolda tapmağansınız. Bunlar sizin kanınızdır, tukumunuzun продолжениясıdır. Dünyanın başında menden akıllı yoktur. Men varızdan da oğluma deyip bayda söyleşe durmayım. Men sizge tilerim en de bir toğuklanıp tileyme. Qarağız sabilerinizin ızından, çoklağız. Kayda aylanarlar, ne işlep aylanarlar, kimni bile aylanarlar. Aladan köpüsügüzünü aytmasağız da begeri anlap durama. Tamlasınlar, atan farkına aytaydı. Sarıbekini tamla aşağı kız cılıydı da, bir gün aşağı verneyen abarı tamla küleydi, bir gün acılıydı da geldi. Bunu da sağ kalıyorsun.